Сәлеметсің бе, Әли? Қазір математика сабағы, сабақтың тақырыбы 20 санынан бір таңбалы санды азайту. Тапсырмаларды, сабақтың тақырыбын түсініп алу үшін біз тапсырмаларды орындап көреміз. Бірінші мысалды қарайық. Мысалды суретті пайдалана отырып шығар. Біз көріп тұрмыз, суретте 2 ондық жұмыртқа берілген, яғни 20. Бірінші қораптың ішінде 10 жұмыртқа, екінші қораптың ішінде 10 жұмыртқа, бірақ үшеуі жарылған екен. Демек, 10-нан 3-ті азайтқанда 7 болады, 10 қосу 7 тең болады 17. Яғни 20-дан 3-ті азайтқанда 17 болады екен. Енді мысалды сызбаны пайдалана отырып шығар дейді. Енді 20 санын біз 2 ондық ретінде аламыз, яғни 20-ның астына жазамыз 10 және 10. Мінекей былай жазамыз. Содан кейін 10 қосу 10 азайтылған 6, яғни 10-нан 6-ны азайтып аламыз. Болады қанша? 4. Және 10-ға 4-ті қосамыз, болады жауабы 14. Келесі мысалды шығар. Азайтқыштың астын қызыл қарындашпен, азайтқыштың астын көк қарындашпен сыз. Яғни бірінші тұрған сан бізде азайту амалындағы тұрған бірінші сан бұл азайғыш болады. Екінші тұрған азайтылып тұрған сан бұл азайтқыш болады екен. Яғни керекті бірінші санды біз қызыл қарындашпен сызамыз, екінші тұрған санды көк қарындашпен сызамыз және мәнін табамыз. Жоғарыда көрсетілген мысал түрінде шығарып аламыз. Келесі тапсырма. Келесі тапсырманы орындамас бұрын біз қосынды және айырма деген не екенін есімізге түсіріп алайық. Яғни қосу амалына берілген өрнек болатын болса, бұл қосынды болады. Яғни мысал ретінде 3 қосылған 2-ні алатын болсақ, бұл қосынды болады. Бірінші тұрған бұл бірінші қосылғыш, екінші тұрған сан ол екінші қосылғыш және мәні бұл қосындының мәні болады екен. Келесі астындағы тұрған, егерде азайту амалына берілген өрнек болатын болса, бұл айырма деп аталады екен. Бірінші тұрған сан бұл азайғыш болады, екінші тұрған сан азайтқыш болады және айырманың мәні болады екен. Есімізге түсірдік, қосу амалына берілген өрнек бұл қосынды болады, азайту амалына берілген өрнек бұл айырма болады. Ал енді мына мысалды шығарып көрейік. Бірінші мысалды шығар. Қосындыны дөңгелектеп қоршап сыз. Қосындыны дөңгелектеп сызып аламыз, ал айырманы тік бұрышпен қоршап сызамыз. Жақсы. Ал жақсы, рахмет. Бүгінгіге тапсырмалар аяқталды. Сабақ түсінікті болды деп үміттенемін. Келесі сабақта кездескенше сау бол, Әли.